Саламатсыздар ма? Бүгін бізде химиядан кезекті өтетін бөліміміз, шағын бөлім деп айтсақ болады. Ол пайдалы қызба, тау жынысы және кен жайлы мәлімет. Жалпы квал-тестте бұл пайдалы қызба, тау жынысы, кен көп жағдайда контекстте келіп жатады. Контекстте келген, мен оны өзім есімде, сол үшін бұл да бізде өте маңызды сабақ болып табылады, өте мұқият тыңдап жазып алайық. Ал бастайық ендеше. Ең алдымен тау жынысы бөлінеді қаншаға дейді. Тақтада жазып қойыпты 3-ке деп. Ол шөгінді, қалам таңдап алайын. Ол шөгінді. Екінші магмалық. Және үшінші метаморфты. Жылдам тоқталып шығайын. Жалпы шөгінді деген не? Шөгінді деген ол жердің беткі қабатына жататын тау жынысы. Яғни қай қабатта десе біз айтуымыз қажет, ол жердің беткі қабаты. Яғни адам кез келген уақытта келіп, қолымен ұстап, қолдана алатын тау жынысы ғой. Яғни жердің беткі қабатында бос күйде жатады. Мінекей мына былай белгілеп қойыпты, жердің беткі қабаты. Мысалы, оған не жатады? Оған құм жатады, оған тас жатады, оған ұлу тас деп келеді кітапта, ұлу тас деп келіп жатады. Яғни бұл бізде шөгінді деген жердің беткі қабатында адам кез келген уақытта қолдана алатындай бос күйде жатады. Бұл түсінікті, ешқандай қиындық жоқ. Магмалық. Шөгінді беткі қабатында жатса, ал магмалық жердің астыңғы бөлігінде жатады. Яғни астыңғы бөлігінде жатады және бұл өте қатты қызу күйінде болады. Оған көп жағдайда лаваны жатқызады. Лава және гейзерді жатқызады. Түсінікті ғой, бұл жердің астыңғы қабаты. Одан кейін метаморфты, ол жай ғана биіктік десек болады, болды. Биіктік. Оған не жатады дейтін болсақ, оған тау жатады, оған жазық жатады. Бұл қысқа да нұсқа осы айтып шықсақ жеткілікті. Яғни бітіп, қазбалаудан қажет жоқ. Бұл химия болғандықтан кейін осы жеткілікті. Осыны білсек, контекстте шеше аламыз. Қайталап айтамын, шөгінді жердің беткі қабаты, магмалық астыңғы қабаты, ал үшінші метаморфты ол биіктікте. Шөгіндіге құм тас, ұлу тас жатады, магмалыққа ыстық күйде кездесетін жаңағы лава, гейзер жатады, ал анаған тау жазығы жатады. Видеоны паузаға қойып алайық және жазып алайық. Пайдалы қазба екіге бөлінеді дейді. Жалпы пайдалы қазба ол кенсіз және жанғыш болып бөлінеді. Кенсіз және жанғыш болып бөлінеді. Жанғыш деген жалпы аты айтқандай жанатын пайдалы қазба ғой. Оған не жатады? Оған газ жатады. Оған мұнай жатады. Оған бізде көмір жатады. Осы үшеуі ең негізгісі. Мұнай, газ, көмір. Ал кенсізге не жатады дейтін болса, ас тұзы жатады. Ас тұзы. Кәдімгі тұз ғой яғни. Екінші асбест. Бұл бізде жанбайтын мата. Және үшінші тұз, немесе тас деуге болады. Ол қандай? Фосфорит. Бұл бізде пайдалы қазбаның екіге бөлінуі. Ол кенсіз болып бөлінеді екен, және жанғыш болып бөлінеді екен. Мына жақта жанғышқа негізі біз үшеуін енгізіп қойдық. Бұдан да бөлек келуі мүмкін. Бөлек келеді неде? Мұнайдан пайда болатын, мұнайдан алынатын басқа да шикізаттар болады ғой, ол да жанғышқа жатады. Мысалы, газойл, мазут деген сияқты. Осы есте сақтап алайық. Ал кенсізде негізгі үшеуі осы. Келесі. Саф күйе деген не дейді? Жалпы саф күйе деген ол элементтің бос күйі.
яғни саф күйінде кездеседі десе, ол элемент бос күйінде кездеседі деген сөз. Көп жағдайда саф күйінде кездесетін металға бізде жатады мыс жатады, алтын жатады, платина жатады, сынап жатады, яғни табиғатта бос күйінде келетін. Және бос күйінде, саф күйінде келетін элементтің физикалық қасиеті және химиялық қасиеті қалыпты болады. Қалыпты. Біз білеміз, химияда көптеген элементтің физикалық химиялық қасиеті оған қосылатын заттың қасиетіне тікелей тәуелді болады. Ал бос күйінде келетін металдың, элементтің физикалық химиялық қасиеті қалыпты болады. Яғни қызу шамасы, балқу шамасы, илгіштігі, пішіні деген сияқты қалыпты болады. Түсінікті, себебі ол өз ғана бос күйіне келеді. Металдарды алу жолы. Бұл жайлы квалитетте келіп жатады. Металды алу үшін ең алдымен біз не істейміз? Кен алуымыз қажет. Немесе кенді не істейді? Өндіру деп жазып қояйық. Ол деген сөз, кен деген сөз жалпы былай айтқанда металл және металдан бөлек басқа да қоспалар болатын болса, оны кен деп атайды. Түсінікті? Енді екінші металды алу жолы сақтау. Металды сақтау деп келеді. Металл сақтау деп қысқаша жазып қойын. Сақтау. Одан кейін үшінші, сақтап болғаннан кейін оны қалыптайды. Қалыптау. Қалыптау деген сөз, жаңа пайда болған затты пішінге, белгілі пішінге сәйкес құю, немесе қалыптау, не только құю, бөлу деп аталады. Яғни металдың көлемі көп болатын болса, оны бөледі. Түсінікті? Яғни құюды, бөлуді қалыптау деп атайды. Мінекей осыны жазып, жаттап алайық. Қазақстанда пайдалы қызба дейді. Жалпы, Менделеев кестесі бойынша әлемде 118 элементті анықтаған болатын осы күнге дейін, және 118 элементтің 99 элементі Қазақстанда кездеседі екен. Яғни бұмен нені білеміз, нені анықтадық? Қазақстан химиялық элементтерге өте бай мемлекет болып табылады. Өте бай мемлекет. 99. Ал енді мына жақта біздің жаңағыдай Қазақстанда өңделетін металдардың, кендердің әлемдік жаңағыдай жүйедегі қаншаншы орын алады, соны тізбектеп жазып қойған. Бұны жазып жаттап алайық. Бұл бізде контекстте мәтін болып және есепте де келіп жатады. Мысалы, айтпақшы, бесінші әлем бойынша алтын өңдеуден Қазақстан 5-ші орын алады және 6-шы. Осыны жазып алайық. Алтын сәл-пәл қате кетіпті яқта. Яғни кей мәліметте 5-ші, кей мәліметте 6-шы деп келеді. Сол үшін де осыны 5 және 6 деп қояйық. Мінекей, осыны жазып жаттап алайық. Бұл бізде есеп ретінде келуі мүмкін квалитетте. Ол өте маңызды мағлұмат болып табылады. Жалпы сабақ осымен аяқталды. Біз жылдам тау жынысы дегенде соған тоқталып шықтық. Пайдалы қазба қаншаға бөлінеді, оған тоқталып шықтық. Және саф күй дегенде металды алу жолына тоқталып шықтық. Және Қазақстандағы пайдалы қазба кездесуі сондай мәліметтерді айтып шықтық. Сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Ал ендеше кезекті келесі сабақта жолыққанша қош сау болыңыз.